Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу-алейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін мен сіздерге YouTube арқылы қалай табыс табуға болатыны туралы қысқаша айтып беретін боламын. YouTube қалай табыс табамыз? YouTube'да сіз видео YouTube'ға жүктеп, оның подписчигі 1000 подписчик болғанда және қаралым сағаты 4000 болған кезде сіздің видеоларыңызға монетизация қосылады. Монетизация дегеніміз не? Монетизация дегеніміз сіздің әр видеоңызға реклама қосылады деген сөз. Өзіңіз күнделікті видеоны YouTube'дан көріп отырған кезде арасында, басында, соңында, ортасында міндетті түрде рекламалар шығып жатады. Вот соны YouTube сол каналдың иесіне реклама қосу арқылы каналдың егесіне ақша төлеп отырады. Ал енді YouTube'ға партнер болу үшін сізге алдымен ниша таңдау керек. YouTube каналын ашу керек. Видео түсіріп, сапалы, жақсы видео түсіріп, видеоны өңдеп, одан кейін видеоны өз каналыңызға жүктеу керек. YouTube'тың алгоритміне ену керек. Алгоритміне ену дегенді қалай түсінсек болады? Ол кәдімгі сіз жұмысқа тұрғандай, таңғы 9-да жұмысқа барасыз, кешкі 6-да қайтасыз. Дәл солай сізде YouTube'қа жұмысқа тұрғандай сезініп, уақытысымен аптасына 3 рет видео салып, кем дегенде бірдей уақытта видео жүктеп, активный болып отырсаңыз, сіздің нишаңыз пайдалы болып, адамдарға қызық болып, просмотрыңыз, подписчигіңіз күннен күнге көбейетін болса, сіз уже жетістікке жетіп отырсыз деген сөз. Одан кейін 1000 подписчик жиналып, 4000 сағат просмотр болғаннан кейін сізге монетизация қосылады уже. Монетизацияға оңай жететін боласыз. Сондықтан да тәуекел етіп, канал ашып, қызықты өзіңіздің сүйікті нишаңызбен видеолар салып отырсаңыз, табысқа жетіп, ол табысты рахаттанып табатын болсаңыз, міне сізге берекет. Әр видеоны жүктеген кезде өзінің фишкалары болады. Қалай дұрыс жүктеу керек. YouTube'дан мысалға торт пісіру деп іздейтін болса, қалай сіздің видеоңыз алғашқы қаралымдарда спросқа ие болатындай фишкалар бар. Осының барлығын дұрыс жасау керек. Сондықтан да сіз дәл қазір YouTube каналын ашып, өз нишаңызбен видео салатын болсаңыз, сіз кем дегенде 1 жылда жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, фишкаларды қолданатын болсаңыз, 1 жылда кем дегенде монетизацияға жетсеңіз, ол өте үлкен жетістік. Бұл YouTube'дан табыс барлық адамға келе береді. Себебі жұмыс істейтін адам болсын, үйде отырған ана болсын, декреттегі ана болсын, барлығына да келе береді. Жұмысымен қоса жұмыс жасауға да болады. Үйде отырған аналарға да барлық 70-тегі, 60-тағы апа, ата болса да, бұл YouTube'қа ешқандай ограничение жоқ. Сондықтан да қосымша табыс тапқыңыз келсе, осылай YouTube'дан табуға болатын сізге айтқым келді. Және ойланбастан бастап жұмыс жасасаңыз, әлі де кеш емес, қазір бастасаңыз 1-2 жылда жақсы табысқа Аллахтың қалауымен жетесіз. Бастысы жақсылап жұмыс жасау. Сонда сіз өзіңіздің карьераңызды көтергендей, любой жұмысқа орналасатын болсаңыз, карьера көтеру үшін тынбай жұмыс жасайсыз ғой. Дәл солай
ютубта да солай тынбай жұмыс жасап карьераңызды көтеріп жақсы табысқа жетуге болатынын айтқым келді. ютубпен қалай табысқа жетуге болатыны туралы түсіндіре алдым деген үміттемін. Баршаңызға сәттілік.